Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін пахлава жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге ұн, қопсытқыш, май немесе маргарин, жұмыртқа, қант, қаймақ, жаңғақ, бал қажет болады. Мен ұнды електен өткізіп қойдым. Оған қопсытқышты қосамын. Екеуін араластырып, майды ұнға аунатып, үкіштен өткіземіз, яғни крошки жасаймыз. Оның үстіне жұмыртқаның сарысын қосамыз, қаймақ саламыз. Барлығын араластырып, қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ, қолымызға кішкене жабысқақ болады. Дайын болған қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Салмасын жасаймыз. Жұмыртқаның ағы саламыз. Миксермен немесе венчикпен кішкене көбіктенгенше миксерлейміз. Үстіне аз-аздан қантты қоса отырып миксерлейміз. Қант ерігенше. Менде қант толықтай еріді. Енді осы салманың үстіне жаңғақты қосамыз. Жаңғақты блендердің көмегімен немесе оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Барлығын араластырамыз біркелкі етіп. Тоңазытқыштан қамырымызды аламыз. Мен қамырым шамамен 1 сағаттай тұрды. Қамырды 3 бөлікке немесе 4-ке бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлем. Енді өзіңіздің табаңыздың формасына байланысты қамырды жаямыз. Менің формам домалақ. Домалақ немесе 4 бұрышты етіп жайсаңыз болады. Табаға міндетті түрде пергамент қағаз төсейміз. Оны майлаудың қажеті жоқ. Жайылған қамырымызды төсейміз. Оған салмамызды саламыз. Салманы көз мөлшерімен салдым. Біркелкі етіп қамырдың бетіне жаямыз. Енді екінші қамырды жаямыз бетіне. Қалған салмамызды саламыз. Салып біркелкі етіп, бұны да жаямыз. Ең бетіне үшінші қамырды жайып, бетіне жұмыртқа жағып, бетін кестелеп, жаңғақты бір-бірлеп қойып шығамыз. «180 градус қызып тұрған пешке 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Беті қызара келе жатқанда кішкене балды бетіне жағып пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.